Сәлем достар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында рогаликті қалай дайындайтынымды көрсетейін. Оған алдын ала 300 грамм ұнымызды електен бүткізіп алдық. Және 3 ас қасық қант саламыз. Оған 50 грамм май құямыз. Және қопсытқыш саламыз. Және тұзымыз саламыз. Және дәміне қарай ванильный сахар қосса болады. Және суымызды құямыз. 70 грамм суы бар мына жерде. Содан қамыр илейміз. Қамырымыз осылай дайын болды. Енді бұны кішкене пакетке салып тындырып қоямыз. Енді мен қамырымды 10 минутқа тындырып қойдым. Қамырымыз жұмсақ болып дайын болып тұр. Енді осыған кішкене ұн сеуіп бетіне жаямыз. Ал енді қамырымды үстіп жайып алдым, енді оны кесеміз. Ал енді мына рогалигімізді осылай ораймыз. Ішіне әртүрлі салмалар салсаңыздар болады. Мен асығыс болғаннан кейін осындай рогаликті жасап жатырмын. Міне рогаликтерімді дайындап қойдым. Алдын ала 180 градусқа қыздырған духовкаға салып пісірейін. Мен рогаликтерім дайын болды. Үстіне осылай сахарный пудра септім. Бізге ас болсын.